Сәлеметсің бе, Мансұр? Бүгін бізде әдеттегідей дәстүрлі ән сабағы. Дәстүрлі ән сабағы дегеніміз домбырамен біздің қазақ халық композиторларының және халық әндерін орындау. Өзің білесің бе, иә? Ал енді Мансұр, бізде әдеттегідей біз дәстүрлі әнді қалай өткіземіз? Дәстүрлі әнде бірінші дауыс қою жаттығу және тыныс алу жаттығулары, содан кейін барып біз өткен тақырыпты еске түсіреміз. Қазір енді өзіміздің сабағымызды бастаймыз. Ал енді Мансұр, жақсы көңіл күймен біздің тыныс алу жаттығуын бастаймыз. Тыныс алу жаттығуы біздің іштің қалпы, яғни бұл жерден келген дауыс қай жерден келеді? Іштен шығу керек. Яғни бізде өкпеден шықпайды дауыс, бізде дауыс ішімізден шығады, яғни неғұрлым сенің ішің қатты болса, сенің іштен шыққан дауысың соғұрлым қаттырақ шығады. Мысалға, деген дауысты шығару үшін бізден ең бірінші осы ішіміз қатайып тұру керек. Сондықтан ең бірінші біздің жаттығуымыз тыныс алу жаттығуы. Аяғымызды ашамыз, қолымызды белге қоямыз. Енді ең бірінші біздің жаттығуымыз күнделікті біз демді қалай аламыз? Мұрынмен аламыз, ауызбен шығарамыз. Мұқият қарап алып, яғни біздің ең бірінші мысалымыз мұрынмен алып, ауызбен шығару. Енді осы жаттығуды тезірек істейміз. Неғұрлым тезірек істесек, мына іштегі ішті қатайып қалады бізде. Міне қара. Кішкене де оламыз. Содан кейін қайтадан сол жаттығуға кірісеміз. Кеттік ал. Ақырын өзің қой. Сөйлейміз. Демімізді алып аламыз кішкене. Қолмен көтерсем. Яғни біз тез демалған кезде миымыз үлгермейді, кішкене демді бәрін уақытында шығарған кезде. Қане, тағы да көрейік енді. Жақсы, жібер. Кішкене демалып ал. Енді келесі жаттығу бізде, яғни тағы да сол тыныс алуға арналады. Яғни бұл жерде біз демалмаймыз, яғни біз демді алып алғаннан кейін ақырын дыбысты шығарамыз. Міне қара. Демін қай уақытқа дейін жетеді, сол уақытқа дейін шығару керексің, яғни неғұрлым алысқа барсаң деміңді ұзатсаң, соғұрлым сенің ішің қатайады. Яғни іштегі демді шығарып сыртқа. Тағы да кеттік ал. Өте жақсы, керемет. Жаңа сені мен барып тексеріп көрдім, жаңа ішін ұстап, сен дұрыс деп жатсың. Ең бастысы дұрыс жасау, жаттығуды. Қане тағы да. Яғни ұзаққа апару болсын. Өте жақсы. Енді келесі болып бізде
келесі жаттығуымыз біздің ол дауыс қою жаттығуы. Яғни дауысты тыныспен қатар сен дауысыңды қатты шығару керексің. Мансұр, жаңа біз тыныс алу жаттығуын жасадық, бірақ сол тынысты естен шығармаймыз. Яғни бірінші тынысты алып аламыз, содан кейін барып дауыс қою, міне жаттығуын көрсетемін, мұқият тыңда. Мысалға қара. Ауызды ашып кеңінен мұрнынан бірінші тынысты алып аласың, содан кейін барып аузыңды кең ашасың, яғни емес, көмейден шығарамыз даусымызды. Ал енді бірінші жаттығуымызды көрейік. Демді аламыз, алып кеттік. Біртіндеп көтереміз даусымызды. Енді одан да жоғары көтереміз. Көтерген сайын біз дыбыс техникасын жоғалтпаймыз. Яғни бірінші демді алдық па, мұна көмейге күш түсірмеу керек. Жақсы, өте жақсы. Енді келесі болып бізде стаккато жаттығу, яғни демді үзіп айтамыз. Яғни демді үзіп шығарамыз. Қане, бірінші жаттығу көрейік. Келесі. Келесі. Енді тағы да осыны қаттырақ шайышқан кішкене даусымызды, яғни ішке күшті саламыз, көмейден дауысты шығарамыз. Дауыс неғұрлым жақсы шығу үшін сыртқа, мына жаңағы ауызды қаттырақ ашу керек. Неге? Өйткені ең бірінші біздің құралымыз ол біздің аузымыз. Егер де аузымыз жабық болса, жаңағы шарик қой, шарды мысалы бірінші үрлесең, не істейді? Егер оны аузын жауып тастасаң, яғни оны ақырын ашсаң, ішінен ауа қалай шығады? Жылдам шығады. Егер кең ашсаң, ол тез шығады, оңайлықпен шығады. Сондықтан міне сол сияқты сен аузыңды тағы да ашып өткені, сен қатты ашып аузыңды. Қане, стаккатоны тағы бет көрейік. 1, 2, 3, қаттырақ. Енді келесі жаттығу яғни біз ашық дауысқа және жабық дауысқа көңіл бөлуіміз керек.
Қане, тағы да көрейік. Міне. Фортепианосы көрейікші. Орындай көрші тағы кебе жаққа қарай. Ұстап көремін. Енді дем даласының әлсіз шығып тұр, өйткені сен мына жердегі іштегі даусыңды дыбысты дұрыстап тұрған жоқсың. Қане қаттырақ ішті қыз. Жақсы, е? Үйде әрдайым осы жаттығуларды қайталап отырыңдар, е? Ол тек қана бізде вокалисткада мектепте, өнер мектебінде ғана емес, оны үйде де қайталап тұру керек, е? Жақсы. Ал енді маңызды келесі кезек бізде әнімізді орындау. Үйге берілген тапсырма бізде қандай ән болды? Бипл әні. Қазақтың халық әні Бипл. Шұғыл бұл әннің тарихын кішкене айтып берсең болады? Осы ән ол халық әні. Жылқышы оны өз сүйген жарына арнап жазған. Жылқышы өзінің сүйген жарына арнап шығарған. Біздің қазақ халық шығармаларында, яғни халық әндері, халық композиторлардың әндері қандай ақын болмасын, сал сері болмасын, өзінің махаббатқа деген лирикалық әндерді көп шығарған, е? Міне, осы халық әндерінің бірі Бипл әні. Қалай саған өзіңе Бипл әні ұнады ма? Ұнады, әрине ұнады. Домбыраның басын жерге төмен түсіруге болмайды. Домбыраның орны қай жерде? Яғни иықпен бірдей тұру керек, е? Өте жақсы. Қазір осы әнді орындап шығамыз. Яғни қазір мен фортепианода ойнаймын, ал сен бірге айтып отырасың, е? Даусыңды қатты шығарып, сөздерін анық айтатын бол, е? Темп қарай. 3, 4. I
яғни дан соның аяқтаймыз, иә. Жақсы орындауың жақсы, яғни сен даусыңды қатты шығардың, яғни тілге мән бердің, дикцияң жақсы болды. Енді бұл әнді үйде әрдайым күнде орындап жүр, иә? Яғни сахналық образды қосу керек. Бұл әнді тек қана орындап қоймай, не істеуіміз керек? Кішкене біз ертең халықпен жұмыс істейтін кісіміз ғой, иә? Халыққа қарау керек, көзбен көрсету керек деген сияқты, иә? Мысалы, биппала, етарчы құрбым біркей-ай деген, иә? Яғни біз күліп орындаймыз, иә? Қане, кішкене бірінші шумақпен қайырмасын орындашы маған, Мансұр. Бірінші шумақпен қайырмасын орындаш, эмоция болсын. Яғни күліп орындайшы, қане. Яғни өзі орындайсың, иә? Асау керат жүрмейді, шалды қамсуға қол. Еркін даусым келмейді, қарлы қамсуға қол. Дәнім айталма менің жаным. Бипылдың образын келтіру керек, иә? Қане. Күлді күл жанай, күнде басар емай. Бипылы, айтатшы құрбым біркей-ай. Бипылы, айтатшы құрбым біркей-ай. Яғни кішкене бір жылу берген кезде ән не істеді? Ән жадырап шыға келді, иә? Яғни біз сахнаға шыққан кезде әнді не істеуіміз керек? Халыққа жеткізуіміз керек. Бипылдың сұлулығын жеткізу керек халыққа, иә? Бипыл қандай сұлу болған? Міне, яғни жылқышы өзінің далада жүріп, өзінің жарын сағынған кезде деп бипылын жаңағы образын халыққа жеткізу керек екен, иә? Өте жақсы. Енді біз жаңа тақырып үйренеміз, яғни біз дауыс қою жасады, жаттығуын, тыныс алу жаттығуын жасады, үйге берілген тапсырманы орындадық, бипыланы, иә? Енді келесі кезекте бізде жаңа шығарма біздің қазақ халық композиторларында жыршы, термеші және әнші деген деп үшке бөлінеді, иә? Біз алдында сенімен біз не үйрендік? Халық әнін үйрендік, иә? Ал енді келесі кезекте бізде жыршы, яғни үмбетей жырау, біздің өзіміздің арқа халқының жыршысы Арғын үмбетей жыраудың шығармасы жыры Бөгенбайдың қазасын Абылай ханға естіртуі. Яғни бұрын хан Абылайдың кезінде барлық батырлар елімізді қорғаған, міне Бөгенбай батырды өзің білесің ғой, иә? Өте сондай алып батыр, өте сондай мықты батырдың бірі болған, кезінде шапқыншылыққа төтеп берген. Міне осы Бөгенбайдың қазасын үмбетей жырау Абылай ханға естіртіпті. Енді тыңда, иә?
қазақ елім деп келмеп пе едің жаяулайым. Төлемейді тапқанда, күндіз түнеп баққанда, жалғызбын деп шошымай, еш малшыға қосылмай, көрпеңді салып астына ұмыттың ба алай. Яғни бұл бізде жыр өте үлкен болады. Яғни оның бұрын жыршылар күні түні жырлаған екен, 3 күн жырлап, 5 күн халыққа өзінің ән шашын орындаған екен. Міне осы керемет жырдың бірі осы саған тапсырманы беремін. Яғни бізде қағыстан басталады, иә? Яғни 2 төмен, 1 жоғарғы, иә? Және 2 төмен 1 жоғары қағыс кетуі мүмкін, иә? Ол кезде мен саған айтып отырамын, қалай ойнайтынымды, иә? Енді қара, ең бірінші біз бастаймыз, қара. ретінде
Мен жаңа тақырып биплан берішкен. Дұрыс. Осыны әлде бара дәстүрлі жақсы болады. Жеткізу үшін кішкене басында қаттырақ орындау, ақырындап орындау керек деген сияқты, иә. Міне осы яғни біздің қазақ халықтың киелі аспабы ол домбыра. Осы халық тағамдарын жеген өйткені біздің күш сабақта өзіңді қалып қоймау керек. Үйге барғанда қайталанып жүру керек, иә? Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.